Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге бір жасағаннан шығатын ажурный болып пісетін блинныйдың рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Бұл блины өте жұмсақ, жұқа және дәмді болып шығады. Және осы блиныйды пісірудегі өзімнің құпияларыммен бөлісетін боламын. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп алыңыз. Бізге керегі сүт ыстық болу керек, ысытып аламыз, үстіне жұмыртқамызды қосамыз. Жұмыртқаны қосқаннан кейін бірден араластыру керек, өйткені пісіп кетуі мүмкін. Жақсылап араластырып, ұнымызды қосамыз. Керек ингредиенттердің барлығын описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Жақсылап араластырып, үстіне тұз, содамызды саламыз. Тағы да араластырып, сұйық майымызды қосамыз. Жақсылап араластырып, табамызды қыздырып, пісіре беретін боламыз.